Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 7-ші сынып алгебрасының 17-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Біз бұл тақырыпта өрнектерді тепе-тең түрлендіруді мысалдар арқылы қарастырайық. Мысал үшін, x квадрат минус 2 көбейтілген жақшаның ішінде x4 минус 1. Жақша жабылады, азайтылған. X-тің 12-ші дәрежесі қосылған 2x-тің 4-ші дәрежесі деген өрнекті ықшамдауымыз қажет. Бұл үшін ең алдымен бірінші тұрған екі жақшаны көбейту арқылы бір-бірімен ашып алайық. Сіздер жақшаларды бір-біріне көбейтіп ашуды жақсы білесіздер. Яғни бірінші жақшаның әрбір мүшесін екінші жақшаның әрбір мүшесіне көбейтіп шыққан өрнектерді жазуымыз керек. Олай болса, бірінші x-тің 8-ші дәрежесін x-тің 4-ші дәрежесіне көбейтетін болсақ, негіздері бірдей болып отыр, дәреже көрсеткіштері қосылады демек, x-тің 12-ші дәрежесі шығады. Және де, енді тура осы x-тің 8-ші дәрежесін минус 1-ге көбейтетін болсақ, минус x-тің 8-ші дәрежесі деп жазып аламыз. Бірінші мүшесін екінші жақшаның екі мүшесімен де көбейтіп алдық. Енді бірінші жақшаның екінші мүшесін де екінші жақшаның екі мүшесіне көбейтіп шығамыз. Яғни, минус 2 көбейтілген x-тің 4-ші дәрежесі. Сонда, минус 2x-тің 4-ші дәрежесі болады. Ал минус 2-ге минус 1-ді көбейтетін болсақ, плюс 2 шығады. Сонан соң, жақшаның сыртындағы өрнектерді өздерін қайталап жазып шығамыз. Яғни, минус x-тің 12-ші дәрежесі және де плюс 2x-тің 4-ші дәрежесі. Жақшаларды ашып болған соң, ұқсас өрнектерді біріктірейік. Бұл жерде қысқарып кететін өрнектеріміз бар. Яғни, x-тің 12-ші дәрежесі мен минус x-тің 12-ші дәрежесі бір-біріне азайтылып 0 болып кетеді, яғни қысқартылып кетеді. Онан соң, 2x-тің 4-ші дәрежесі мен минус 2x-тің 4-ші дәрежесі тура солай бір-бірімен азайтылып 0-ге айналып кетеді. Бұлар да қысқарып кетеді. Сонда, минус x-тің 8-ші дәрежесі мен қосылған 2 деген өрнегіміз қалады. Біз осылайша бастапқы өрнегімізді ықшамдап алдық. Келесі мысал. Бұл мысалымызда алгебралық қосындысын көбейтінді түрінде жазуымыз керек. Біз бұл есептерді алдыңғы өткен тақырыптарда шығардық, сонда да қайталап мысал ретінде қарастырамыз. Мысал үшін, x квадрат қосылған bx минус ax минус ab өрнегін көбейтінді түрінде жазайық. Бұл үшін ең алдымен x квадрат қосылған bx өрнегінен x мүшесін жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда жақшаның ішінде x қосылған b қалды. Біз жақшаны ашатын болсақ, бастапқы x квадрат қосылған bx өрнегіміз қайталап шығады. Және де, екінші өрнегімізде a-ны жақшаның сыртына шығарып жіберсек, яғни минус a-ны жақшаның сыртына шығарған кезде, жақшаның ішінде x қосылған b деген өрнек қалды. Өйткені жақшаның сыртына теріс таңбалы өрнекті немесе санды шығарған кезде, жақшаның ішіндегі өрнектердің таңбалары керісінше ауысатын. Оны сіздер жақсы білесіздер. ax-тің алдында минус таңба болатын, бірақ минус a-ны шығарып жібергенге байланысты ax-тің таңбасы плюсқа айналып кетті. Сол үшін жақшаның ішінде плюс x қалды. Тура солай, b-ның алдында да минус таңба болатын, бірақ минус a-ны жақшаның сыртына шығарып жібергенге байланысты b-ның алдындағы таңба да плюсқа айналып кетті. Егер де сіздер жақшаның ішінде минус қалдыратын болсаңыздар, жақшаны ашқан кезде минусқа минус көбейтіліп, мына жерімізде плюс шығатын болатын. Сол себепті жақшаның сыртына өрнекті шығарған кезде, жақшаны қайталап ашқан кезде біздің бастапқы өрнегіміз міндетті түрде орындалуы керек. Соған мұқият мән беріңіздер. Ары қарай өте жақсы білесіздер есепті қалай шығару керек екенін. Яғни, мүшелерімізде жақшаның ішінде бірде екі мүшелер болып тұр, және де біз жақшаның сыртына ортақ көбейткіш ретінде енді екі мүшені шығарамыз. Яғни, x қосылған b-ны жақшаның сыртына ортақ көбейткіш ретінде шығарамыз. Және екінші жақшаның ішінде x қалады, азайтылған a деген өрнегіміз қалады. Немесе тағы бір мынандай мысал. 3a қосылған ax минус 3b қосылған 3c азайтылған bx қосылған cx. Бұл жерде алгебралық қосындысын көбейтінді түрінде жазатын болсақ, ең алдымен ұқсас мүшелерін топтап жақшаларға жазып алайық. Яғни бұл жерде көріп отырғандарыңыздай, ұқсас мүшелер біріншісі 3a минус 3b плюс 3c болады. Егер оны бір жақшаға жазып алатын болсақ, ал екінші ұқсас мүшелеріміз плюс ax минус bx плюс cx. Сол себепті жақшаның ішіне қосылған ax минус bx қосылған cx деп жазып аламыз. Енді бұл жерде әрбір жақшадан жақшаның сыртына ортақ көбейткішті шығаратын болсақ, бірінші жақшамыздан көріп отырғандарыңыздай
3-ті жақшаның сыртына шығарып жібере аламыз ортақ көбейткіш ретінде. Сол кезде жақшаның ішінде a минус b плюс c қалды. Енді екінші жақшаға мән берейік. Бұл жерде ортақ көбейткіш ретінде x айнымалысын жақшаның сыртына шығара аламыз. Өйткені әрбір мүшеде x айнымалы бар. Бізде ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына шығару үшін әрбір мүшесінде сол айнымалы немесе сан болу қажет болатын. Енді бұл жерде x-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, жақшаның ішінде a минус b қосылған c деген өрнегіміз қалады. Енді көріп отырсыздар, бізде өрнектерімізде ұқсас үш мүшелері пайда болды. Егер де біз бұл үш мүшені ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына шығаратын болсақ, екінші жақшаның ішінде 3 қосылған x деген өрнегіміз қалады. Сонда бастапқы мынандай да бір өрнекті біз алгебралық қосындының көбейтінді түрінде жазған кезде, яғни көбейткіштерге жіктеген кезде, мына бір өрнекті алдық.